Сәлем достар, бүгін мен сіздермен салангани өнімдерін таныстыратын боламын, және омен біз бүгін өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Мінекей, бұл бізде мен алған өнім макарон ұяшықтары. Бұны қазір рецепте сіздермен бірге бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Мінекей, суреттері көрсетілген және қалай жасау керек, қанша минутта пісіру керек, барлығы екі тілде де өте әдемі жазылған. Мінекей, мен жасап шыққан салангани өнімдерінен макарон ұяшықтары кешкі асымыз. Ең алдымен бізге тартылған ет, бір дана сарымсағымыз және жуамыз ұсақтап турап аламыз да, өздеріңізде бар дәмдеуіштердің барлығын бірге қосып, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Соңында бір дана жұмыртқамызды үстіне жарып, араластырып дайындап қоямыз. Бізге жұмыртқа керек, себебі біз осындай домалақ етіп жаңағы макарон ұяшықтарын үстіне жасау үшін. Мінекей, осылай видеода көрсетілгендей етіп, домалақ етіп жасап аласыздар. Сосын табамызды қыздырып, майымызды құйып, бір дана сарымсағымызды турап және сәбізімізді күштен өткізіп, жай отта осылай қыздырып пісіріп аламыз. Мінекей, сосын үстіне үйлеріңізде томат болса, томатты қосасыздар да, үстіне су құйып, бір ас қасық тұзымызды салып, қайнағанша күтеміз. Сосын макарон ұяшықтарына біз жаңағы өзіміздің дайындап қойған салмамызды ішіне салуымыз қажет. Осылай кішкене көтересіздер де, сосын қолымның көмегімен басып жібересіздер, ортасына қарай кіргізесіздер. Яғни сосын мінекей осылай жасап шығасыздар. Сосын жаңа біз өзіміз дайындаған сорпасын, яғни үстіне осылай қойып шығамыз, орналастырып. Піспей қалады деп ойламаңыздар, ол піседі өзінің буымен. Жай отта пісіресіздер 30 минутта.